Әкеңіз анаңыздан 35 жас үлкен екен. Сіз жарыңыздан 30 жас үлкенсіз. Сіз де енді Омар ағаны еркелетіп тұрасыз ба арасында? Әлде тек өзіңіз еркеленіп жүресіз бе? Мен өзім еркеленіп жүремін негізінде. Айда сізді қызғана ма? Мен де қызғанады, мен оны қызғанамын. Ағам қызғанып жүрмей ма сізді? Екеуміз бірге айдап жүрмесін. Ол жалпы әйелін ұрып жатқан, сөгіп жатқан. Ол дұрыс емес, дұрыс емес. Ол мен әйел ұрғанды жек көремін. Соңғы рет қашан салонға бардыңыз? Есімде жоқ. Жалпы отбасында Вот это поворот! ештеңе. Тұра ғой қызым, тұра ғой. Тұра ғой қызым. Ештеңе. Тұра ғой. Әйел әдемі болса, әлем әдемі. Махаббат жасқа қарамайды. Армысыздар, мен Әсем Құралбекқызы, әйел әлемі бағдарламасының бүгін жаңа кейіпкері Айда ханым. Тағдыры өте ерекше, қоғамда үлкен резонанс тудырған, өзінен 30 жас үлкен адамға тұрмысқа шығып, бүгінде Алла берса жаңағы 4-ші баласына жүкті. Айда ханым, сізді жаңа көргеніме, осындай бір әдемі жүзіңізді көріп, жаңа қара шаңырағыңызға келіп, әйтеуір сізбен ағамызбен сұхбаттасып жатқаныма, балаларды көргеніме өте қуаныштымын. Аға, енді өзіңіз 60-та арқалап қалдыңыз енді. 60-тан асып жатырсыз, пайғамбар жасына жетіп жатырсыз. Өзіңізбен жастылар немере сүйіп жатырсыз, әлі бала сүйіп жатырсыз. Бұл қандай сезім? Енді өзім махаббатым өзім солай болды. Тартым солай. Маған не бір қыздар айтқан уақытында мен үйленбеймін дедім. Өзім әкем мен шешем арасында 35 жас. Әкем толық боласам деп армандаған уақытта. Сөйтіп өз Құдай несібімізге 40 баған екен, осы бала шаға сүйіп отырмын. Аллаға шүкір. Бұрын болған мен шешініп кетті ғой енді. Енді айтып отырсыз, бауырларыңыз сізбен араласпайды екен, сізге талап қойып отыр екен. Ол қандай талап? Ол талап болғанда ана өзінен кейінгі інілерім бар. Детдомға беріп тастайсыз дейді маған. Қайбір жол айтқан, одан кейін тоқтап қалды. Басын келіп кетсе өзің бала шағаң бер деген. Інілеріме бересің бе, өздерің бересің. Мен араласпаймын. Қазір мен 2021-де көшіп келдім, келгелі бері әлі ешкімді көрген жоқпын өзім. Өзіміз Айда екеуміз осы махаббатымызды бұзбаймыз деп уәде бергенбіз бір-бірімізге. Балаларды өзіңіз жақсы көресіз бе, әлде бауырларыңыз бірдеңеден күмәнданып сізге балаларды... Жоқ, жасың кеп қалды дейді маған. Бала шаға бағу үшін ертең далада қалып кетесің сен. Қалмаймын деді мен. Өзім бала шаға үшін өмір сүріп жатқан. Енді жас әйеліңіз бар, Құдай сақтасын. Балаларға бас көз болатын әйел бар. Неге сізге олай айтып жатыр? Әлде денсаулығыңызда кінәрат болып жатыр ма? Денсаулығым жақсы, 120-80 бұрын болған, 180-190-ға барған ол кезде. Мына осы бала шаға туғалы бері 120-80, қазір больницадағы врачтарым айтады, сен живой роботсың дейді маған. Сен менен қан аламайды врачтар. Мына қаның бәрі қойылам қалған дейді, бірақ сен 120-80 от қалпында жүре бересің. Құдайға шүкір, әлі осы кезде ауырған жоқпын. Қазір мен 2015-те екеуміз танысқалы бері өзім өмірім ешкіммен неғып жатқан жоқпын. Бір больницаға ауырып түскен де жоқпын. Денсаулығым жақсарып кетті. Өзіңіз қазір ауруханадан келдіңіз, жүктісіз, аяғыңыз ауыр, құтты болсын. Рахмет. Аман есен қолыңызға, бауыңызға тілектеспін. Жалпы денсаулығыңыз қалай болады? Жақсы. Денсаулық енді ақырындап. Бала қалай, іштегі бала қалай? Соғысы қалай, жүрегі қалай? Жүрек соғысы жақсы.
Енді бірақ шамалы нелері бар, қиындықтар. Тұр ма? Сол қайтып өзеға түсіру керек деп жатыр. Қыз ба, ұл ма анықтадыңыздар ма? 5 айлық болған кезінде айтамыз дейді, қазір 13 апта болды. Енді тіл көзіміз тасқа, аман есен енді босанамыз. Мына үйде тұрып жатырғандарыңызға біраз болды, иә? Иә. Айына қанша төлейсіздер? 35, квартираның өзінде 35 мың, коммунал суға бөлек Мен 50 мыңға 50 мың айына осының шығыны болып жатыр, иә? Айда мен ақша үшін ұрысып қалатын кездер бола ма? ұрысқан емес. Мүлде ұрыспайсыздар. Ұрыспаймыз. Отасқандарыңызға 10 жылдан асты, иә? 10 жылдан асып кетті. 15 жылдар қалды. 15 жылдар қалды. Иә, енді бұл жас әйелдің сыры деп те айтуға болатын шығар. Енді Иә. бала сүйіп жатсыз, өміріңіз енді қайтадан бір жаңа бір өзгерістер болып жатыр. Жастық шақтай бір күш қуатыңыз бойыңызда тасып тұр деп ойлаймын. Енді аға, енді алла бұйырса 4-ші рет әке атанасыз. Әйеліңіз жүкті, аман есен қолына албасын деп тілеп отырық. Дегенмен табыстарыңыз қалай, күнкөрістеріңіз қалай болып жатыр? Мен өзім 90 мың теңге пенсия аламын. Осы балдардың пособиесін аламын. Опекунство бала шаға менің атымда. Опекунство. Айда ақшаны неғылсаң оғылды. Өзім балдар далаға жарата жатқан жоқ. Сол балдарға ғана жаратам. Әйтеуір жеткенше жетеді. Сөйтіп мына жерден қарыз ала беремін. Магазинге пособие алған сайын төлеп қоямын. Орнын жауып қоямын. Бірақ қалай әйтеуір 5 теңге қалады, қалғанда балдар напағасы қалады. Айда сізді қызғана ма? Мен де қызғанады, мен оны қызғанамын. Айда ханым, мен енді кішігірім өзімнің жаңа қолымнан келгенше сізбен бір күнімді өткізсем деп едім. Сізді бір әдемілеп тұрып киіндірсек, салонға барсақ, ағам сізді мүмкін кешке танымай қалатын шығар. Қалай қарайсыз? Соңғы рет қашан салонға бардыңыз? Соңғы рет есімде жоқ. Енді бүгін тағы да салонға барамыз, әдемі боламыз. Енді ағам кешке сізді танымай қалатындай өзгереміз деп ойлаймын. Ағам қызғанып жүрмей ма сізді? Жоқ. Ұрсып жүрмей ма? Екеуміз бірге айдап жүрмесін. Жоқ, қызғанбай. Ағам ондай емес, өзіңіздің рұқсатыңызбен ғой бәрі. Жоқ, мен әлхамдулилля, мен онда қатты қызғаншақ емеспін. Өзім әйелім, өз махаббатым. Осы балдардың алдында ойнап күліп жүрсем, арманым жоқ. Осы балам, 2 балам, 1 қызым бар қазір. Мына ішіндегі мен 4-еу, Құдай насып қылса соларды әуелі айда емізет, қалған өзіміз екеуміз Құдай насып қылса, ертең мынау босанғаннан кейін бесікке бөлейтіндей өзіміз екеулеп. Бүгін енді кішкене ғана кішігірім сыйлығымыз бар. Өзімнің тарапымнан, өзімнің атымнан сізбен бір күнімді өткізгім келеді. Дайынсыз ғой өзіңіз? Мен дайынмын. Жақсы. Кеттік онда. Айда ханыммен Түркістанның базарына келдік. Енді аралаймыз. Киім аралап жатып, бірге әңгімелесек. Солай ғой. Солай. Енді шалбар, кейбірісі бар. Жоқ, таңдамай кейбір. Жоқ, сізге қандай түстер ұнайды? Енді аппақ көйлек, орамал базардың бірнеше дүкеннің ішінен осы жерге келдік. Өйткені Айда ханымға мен қалап тұрмын, өзі ұнатқан киімді алғанын, өзі жиі киетін киімді таңдағанын қатты қаладым. Үстіңіздегі киім қалай сізге? Үстіндегі киім өте күшті, ыңғайлы, әдемі. Ең басты сізге ұнап тұр ғой? Ұнады. Иә, ол ақша жағынан еш уайымдамаңыз, өзім көтерем. Ең бастысы сіз өзіңіз көңіліңіз қалап кигеніңізді қалап тұрмын да. Сондықтан да осы көйлекке тоқталдық па? Иә. Жақсы, осы көйлекті алайық, иә? Айда ханым, қалай басыңызға массаж болып жатыр, жақсылап жуып жатыр. Өзіңіз қалай сезінудесіз? Өте жақсы. Омар мырза анда-санда басыңызға массаж жасап тұра ма, әлде
Ондай сізге бір массаж жасатуға әлі рұқсат етпедіңіз бе? Жоқ, массаж жасайды, басым ауырғанда. Бірақ келгенде соған нақты салу десеңізші, иә? Айда ханым шашын өзі кеседі екен, сондықтан да қисық деп жатыр біздің маман. Қазір енді шашын әдемілетіп кесеміз, дұрыстаймыз, әдемі бір шаш үлгісін шығарып көрсеңіз, иә? Біз қазір Айда ханым бетін әрлеуді бастадық. Ұзағымен бір 30-40 минутта нәтижесін бірге білетін боламыз. Айда ханымға көруге болмайды, өйткені ол кісінің алғашқы эмоциясы, макияжбен өзін айнаға қараған кездегі сезімін білгіміз келеді. Қатты қуантуды қалап жатырмыз. Біздің мақсат негізі Айда ханымды қуанту, жақсы көңіл күй сыйлау. Сондықтан да мақсатымызға қаншалықты жетеміз, бірге білейік. Қазір өте маңызды сәт. Айда ханым әлі өзін көрген жоқ, көзін жұмып апарайын мен. Айнада өзін алғаш рет көретін болады, Алла бұйыртса. Айда ханым дайынсыз ғой, иә? Дайынмын. 1, 2, 3, ал. Қалай сізге? Шашыңыз қалай? Өте күшті. Өте күшті ма? Иә. Ұнап тұр ғой ең бастысы өзіңізге. Ұнап тұр. Әдемі. Сіз Айда ханым өте әдемі әйелсіз. Сымбатыңыз, түріңіз сүйкімдісіз. Теледидардағы жұлдыздардан кем емессіз. Мен сізге бақыт тілеймін, жан дүниенің әдемілігін тілеймін. Және де балаларыңыздың амандығы үшін сіз өзіңізді күтуіңіз қажетсіз. Өзіңізге көңіл бөлуіңіз қажетсіз. Өйткені Алла жазса жақында төртінші ана атанасыз. Сондықтан да сізді жиі қуантқымыз келеді. Сізді жиі көңіл күйіңізді көтергіміз келеді. Сондықтан да менен кішігірім бүгінгі осындай сыйлықтар, бірақ бұл сыйлықтар әлі біткен жоқ. Алда тағы да сыйлықтарым бар. Рахмет осыған. Сізге де рахмет. Сіз жалғыз емессіз. Рахмет осының барлықтарына. Көп-көп. Көңіл түсірмейміз. Осында қуанышты күндер сыйлап отқандарыңызға. Сізге де рахмет. ризамын. Біз сізге ризамыз. Айда ханым, қазір енді Омар мырза келеді, сізді көреді. Дәл қазір қандай сезімдесіз? Мен толықтым. Мені көргенде қандай кедей болады. Иә, не дейді екен? Иә, не дейді екен? Ұнайын ба, ұнамай қалам ба? Иә. Көреміз қазір бәріміз бірге. Мен үшін де маңызды Омар ағамның ойы, пікірі, және де қалай реакция білдіреді екен. Балаларға өзіңіз қарап жатырсыз, міне коляска деп өзіңіз тербетіп жүрсіз. Балалардың өзі астын ауыстырып, шомылдырып, бүкіл жағдайын жасай бересіз ба? Иә, жасай беремін. Одан кенде болған. Кейбір енді ер кісілер баланы қарау, тазалығы болсын, тамағы болсын, әйелдің мойнында деп жатады. Ал сіз бұл пікірге қалай қарайсыз? Жоқ, әйел жаңды әйел емес, кейде өзіміз істеп іше береміз. Әңгіме әйелде емес, әйелге қарағансыз аштан өліп қаласың.
өте істеп үйренген жақсы бәріне. Тамақты да өзіңіз істей бересіз. істей беремін. Айда ханымның сүйікті тағамы қандай? Енді салма, былайша айтқанда қамырауқат адамдар жақсы көретін тамағы қолдан жайған жақсы көреді. Аға, енді жастардың тілімен айтқанда сіз ана green flag күйеу сияқтысыз ғой. Green flag деген жаңағы идеальный, өзі тамақ істеп қоятын, өзі балаға қарап қоятын, жылы сөз айтатын, иә? Сондай green flag күйеу сияқтысыз. Жалпы әйелін ұрып жатқан, сөгіп жатқан. Ол дұрыс емес. Ол мен әйелді ұрғанды жек көремін. Өз басым. Жалпы әйелін ұратын еркектер қандай еркектер деп ойлайсыз? Әйел шамал 50 грамм, 100 грамм ішетін адамдар. Қой. Ішімдікке салынған адамдар деп ойлайсыз ғой, иә? Былайша ішпейтін адамдар да ұратындар бар. Кейбіреу әйеліне төмпештеп отыратындар бар. Мен өзім жолдастар, класстастарым бар. Болмайтын нәрсеге әйелін ұрады. Болмайтын нәрсеге. Ондай еркектер. Ол мен еркекпін дейді. Еркек деген ондай болмау керек. Заң бойынша. Мен әкем үйретті, әкеміздің тәрбиесімен кеттік. Енді аға, сіздер үшін өте маңызды сәт. Айда ханымды өзгерттік, қолымыздан келгенше әдеміледік. Жалпы дайынсыз ба Айда ханымды жаңа образда көруге? Дайынмын. Қазір енді сіздің қалай қабылдайтыныңызды, қандай реакцияда болатыныңызды бірге көретін боламыз. Қыздарыңызбен, балаларыңызбен. Ал мен есікті ашып жіберейін. Баланы қояйық мына жерге. Ал. 1, 2, 3. Айда ханым, қараңыз. Бақытты болыңыздар. Әрдайым махаббаттарыңыз берік болсын. Әдемі. Киімі қалай? Әдемі. Әдемі. Сізге екінші рет ұзатайын деп жатырмыз. Екінші рет Айда ханымды әйелдікке алуға дайынсыз ба? Омар мырза, ең алғаш Айда ханымды көргенде қандай сезімде болдыңыз? Осыдан бірнеше жыл бұрын. Ол сезімді былайша айтқанда өмірлік жарым болып қалады деп үміт қылдым. Айда ханым, ең бірінші Омар мырзаны көргенде қандай ой түйдіңіз? Осы адаммен өзімнің таңдауым ғой, жаңа таңдағаннан кейін. Осы адаммен енді өзім өмір сүрем, өзімнің таңдауым, осы адаммен мен бақытты болам деген сондай ой келді. Бұл тек қана бала-шаға сүйсек, Бірге болсақ болды. Омар мырза, Айда ханымның қандай қасиеттерін ерекше бағалап айтар едіңіз, мақтан тұтар едіңіз? Менің әйелім осындай деп. Мен әйелім шын ықылас әйел, әйтеуір бала-шаға туып беріп жатыр. Бұдан артық әйел керек емес маған өмірімде. Ең рахатым. Мен бұны бала-шаға туып беріп жатқанына құрмет тұтамын. Кейбір келіншектер бар, қазір мен қатар жігіттерге шыққандар, көтермей жүрген жігіттер бар. Оған қарағанда 1000 есе артық маған. Айда ханым, Омар мырзаның қандай қамқорлығын ерекше бағалайсыз? Қандай қамқорлығын? Қамқор ма Омар мырза? Мен ауырып қалғанда, мазам болмай қалғанда маған қарап, өзі тамағымды істеп беріп, шайымды қойып беріп, дәрілерімді әкеп беріп, немесе тағы да бір басқа жерге бір жұмыстарым бар болып қалса, балаларды алып қалып, сол балаларды мен келем дегенше қарындарын тойғызып, сөйтіп қояды. Осы әдемі юбка кофтасы да әдемі, өзіне жарасты. Боянғанда әдемі келіп тұр өзіне. Шашы қандай толқын-толқын? Шашы да әдемі. Қиялыңыздағы ару Айда ханым деп айтар едім. Талғамыңыз мықты екен, осындай бір аруды, жаңағы жүрегін жаулап,
әйелдікке алып отырсыз, алла бұйыртса енді кішкентайларыңыз өмірге аман есен келсін, 4-ші рет атанғалы жатырсыздар. Сіздерге енді әрине бақыт тілеймін, махаббат тілеймін. Дегенмен сіздердің енді кеңестеріңіз маңызды болып тұр. Жалпы отбасында Вот это поворот! ештеңе тұра ғой қызым, тұра ғой. Тұра ғой қызым. Ештеңе етпейді. Тұра ғой. Аға, Омар ағаны түсіресің бе? Омар аға, енді өзіңіз айтып отырсыз, әкеңіз анаңыздан 35 жас үлкен екен. Сіз жарыңыздан 30 жас үлкенсіз. Енді өздеріңіздің жағы сұхбаттарыңыз шықты. махаббат жатқа қарамайды, әйтеуір шын ықыласымызды өмірді мен осы айда мен өмірлік жарым болады деп мен осыған кәміл тоқтағам. Бұдан артық махаббат керек емес маған деп. Осы ғана болады деп. Айдаханды үйде қалай еркелетесіз? Айкошым деймейсіз. Сіз бағана ағылшынша жағы айтып жатқан едіңіз кадр артында. Деп айтамыз, о жағына кем демес. Рахаттан. Бұл болмаса кейде шай да батпайды. Өз басым. Балдарым ішкен шай кеуіліме жақпай қалады. Сосын кейін әйелім болса рахаттан тамағым да батып, шайым да батып. Әйел болмаса үйдің сырқы бұзылады ғой. Өмірімді әйеліме Аидаға арнадыңыз дедіңіз. Айда ханым, енді сіз сүйікті жарсыз, аяулы анасыз. Омар мырзаның жүрегін қатты жаулаған сияқтысыз ғой. Басы кетіп, есінен танып отыр. Жалпы Омар ағаға деген аяғы кете. Киім болған ат. Омар ағаға не үшін рахмет айтқыңыз келеді? Жолдасыма жаңағы мені қадірлеп, сыйлап, құрметтегеніне, біреу қатты сөз айтатын болса, сол мені қорғаштап, не істейді? Тиіспе, сен кімсің деп, сондай. Сізде енді Омар ағаны еркелетіп тұрасыз ба арасында? Әлде тек өзіңіз еркеленіп жүресіз бе? Мен өзім еркеленіп жүрем негізінде. Омар ағамыздың сүйікті тағамы қандай? Қандай тағамды жиі таңдап, жиі жасауыңызды өтініп тұрады? Оның сүйікті тамағы қамыр-ауғат, палау. Сіздердің енді уақыттарыңызды көп алмайын аға. Менің енді әйел әлемі бағдарламасы болғандықтан Айда ханымға сіздердің отбасыларыңызға кішігірім қосынсый әлі біткен жоқ деп едім ғой. Мынау менің атымнан кішігірім қосынсый. Айда ханым енді осыдан бүгіннен бастап әдем болып жүремін деп жатырсыз, өзіңізге күтім жасаймын деп жатырсыз. Журналист ретінде, кәсіпкер ретінде сіздердің отбасыларыңызға азық-түлікті қолдау көрсетейін. Мәселе жағы ақшада да емес, тамақта да емес, мәселе көңілде. Көңілде. Енді саған айтарым, Құдай дертіңе шипа, деніңе саулық берсін. Әсем. Бұрынғының айтқаны бар ғой, жарылқа Құдай жандығын есерке Құдай малсызын қатарың алды. Кәлимамен кәрәмәт тақтасы Құдай саламат. Мәдинада Мұхаммед, Үргеніште Палуан Ахмет, Сайрамда бар Сансыбап, отырарда бір отынбап. Баптардың бап арыстан бап, Түркістанда төмен бап, бабамыз қолғы жақпен жасайын әруақтар болды. Құдай сенің ата бабаң әруақтары әрдайым жанында қолға ұстап жүрсін. Алла дертіңе шипа, дені сау. Әйел әдемі болса, әлем әдемі. Махаббат жасқа қарамайды, ең басы сыйластық, түсіністік және де ғашықтық сезім. Бұл әйел әлемі бағдарламасы. Сіздермен болған мен Әсем Құралбекқызы. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, пікір жазыңыздар. Айда ханым қаншалықты әдем болып өзгеріпті, жақсы коммент жазып бізді қуантыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.